Сәлеметсіздер ма? Енді біз мына жерде принтерлар туралы айтатын боламын сіздерге. Мына жерде ең бірінші бізге керегі HP 3 в 1 ксерокопия жасайды, сканер жасайды және қағаздар шығарады. Простой қағаздарды қара қылып, черно-белый қылып шығарады. Мынаны енді барлық жерден алуға болады. Бұл бұрыннан бар бізде, бағасын білмеймін даже. Мен жолдасымен тұрмысқа шықпай тұрғаннан бастап осы болды. Екіншісі мынау Epson L805. Epson L805 цветной қағаздарды шығарады. Простой қағазды шығарады, бірақ простой қағазбен жұмыс жасамаған дұрыс. Бұл өзі глянц қағаздарға арналған ғой. Глянц қағаз дегеніміз қатты жылтыр қағаз, матовый болатын болса, қатты жылтыр емес қағазы матовый деп айтамыз. Бомбонерка жасауға болады көбінесе. Бомбонерка, визитка, диплом, соның барлығы осымен шығады. Принтердің ішіне ең жақсы Epson L805. Біз алған кезде бағасы 105 мың болды. Қазір 120-130 мыңның айналасы осы принтер. Бізде сосын Epson L800 бар. Осы екі принтер бар, себебі бомбонерка не шығарған кезде кейде үлгермей кетеді. Қазір мұнда Рамазан күнделігін шығарып жатыр. Негізі, бірақ Epson L805 пен L800 жақсы, бірақ ең жақсысы осы 805-ті алғандарыңыз дұрыс. Және біздегі заттар, аппараттарының ең керектісінің біреуісі ламинат. Ламинат мынау A3 размер, A4 размер, яғни мыналарды ламинаттаймыз. И A3 размер. Ол мынандай үлкен қағаздарды ламинаттауға болады. A3 размер мен A4-дің нелерін қағаздарын ламинаттай беруге болады. Қазір мен материалын көрсетіп берейін сіздерге. Сатып алатын болсаңыздар, міне осылай үлкен канцтовар сататын жерлерден аласыздар бұларды. A3-дің ламинаттың пленкасы болмаса A4-дің ламинаттың пленкасы деп сұрайсыздар. Мына жерде енді біздің қатты қателескен жеріміз. Мына ламинатты біз A4 ламинатты 17 мыңға сатып алдық. Себебі сол кезде ойладық A4 бізге жеткілікті. A3-ді алатын болса, ол қымбат болады. 17 мың, яғни 34 мыңға ма шығады деп ойладық. Оказывается, олай емес. Сол үшін 17 мыңға осыны сатып алдық. И соңына қарай біз календар соларды қосып бастаған кезде A3 ламинат керек болды да, мынаны барып 20 мыңға сатып алдық. Арасында 3-ақ мың теңге айырмашылық. Сол үшін бірден мынау сізге керек емес, мынаны алып тастайсыз да 20 мыңға тек мынаны сатып аласыз. Мынаны біз сияқты 17 мыңға бөлек сатып алып, мынаны 20 мыңға сатып алып, 17 мың теңге минусқа кіріп кетпеңіздер. Көбісінің жаңағы кетіретін қателігі жаңағы принтерді көрсеттім ғой сіздерге. A3 қағаз шығаратыннан гөрі сол ақшаға A1 қағаз шығаратынды да табуға болады деген сияқты. Солай ақшаны экономдап үйрену керексіздер. Және мынаның үлкен керек болатын болса, ламинаттың пленкасы десеңіздер түсінеді өздері. Міне сырты осындай іші бүйтіп тұрады. Осыны мына жерден өткізесіздер. Әр затты аппаратты сатып алған кезде қалай қолданылады, соның инструкциясы бәрі қағазмен бірге келеді. Сол инструкциясына қарап жасайтын болсаңыздар, өте түсінікті негізі қағаздары. Болмаса өзіңіздің сатып алған ламинатыңыздың атын жазсаңыз YouTube-қа бірден шығарып береді сізге қалай қолданылатынын. Біз барлық затты осы YouTube-тан үйренгеніміз негізі. Сәлеметсіздер ме? Мынау бізде пресс аппарат, яғни футболкаға сурет басатын, бокалға сурет басатын, және қасында тарелкаға сурет басатын бар, оны қоймадым мына жерге. Және бокалға сурет басатын болса, сублимационный заттар ғой, өзінің арнайы принтер керек. Принтердің аты Epson L132. Қазір шамамен 170 мыңның айналасында ала аласыздар. Және мына жерде 4 краска бізге жарайды Epson L132-ден. Және біздегі ерекшелік арнайы өзінің сублимационный краскасы болады. Егер осы жердегі саланы бастайтын болсаңыз, біріншіден сублимационный краскасын сатып аласыз, сол сублимационный краскаға арналған принтерді сатып аласыз, және арнайы сублимационный қағаз сатып аласыз. Дәл A4 сияқты, бірақ басқаша соны сатып аласыз да, осымен қағазын шығарғаннан кейін барып арнайы бокалы болады, сублимационный бокал. Оның барлығын сіздерге қазір ссылкадан астынан жіберем. Соларды барлығын бірге сатып аласыздар, және өзінің ғана заты болу керек. Басқа бокалды, басқа қағазды, немесе басқа красканы
қойып шығаруға болмайды. Сосын мына жерде тек қана мен бокал басам десеңіз, егер ең бірінші бастап жатсаңыз, тек бокалдан алғаныңыз дұрыс. Бокалдың аппаратын біз кезінде 25 мыңнан алдық, қазір 31 мың теңгеге бокалдың аппаратын таба аласыз. Және бокалдың өзін 500 теңгеге алсаңыз, 1500 теңгеге сатуыңызға болады. Дау. 1500 теңгеге сатуыңызға болады. Одан кейін көп адам кетіретін қателік мынандай. Мына жерде бізде пресс бокал тұр ғой. Мынаның ішіне бокал басамыз. Көп адам кетіретін қателіктері, біз бокалға сурет басатын болсақ, суретті горизонтальный айналдырып аламыз. Горизонтальный айналдырамыз да, сосын барып басамыз. Егер горизонтальный айналдырмайтын болсақ, көрдіңіздер ғой, мына бокалға жазу терісінен түсіп қалды. Анашым туған күніңізбен дейді, міне әдейі осыны көрсетіп тұрмын. Терісінен түспеу үшін сіз өзіңіз қағазда теріс қаратасыз. Горизонтальный, яғни зеркальный қылып шығарасыз, сосын барып бокалға басасыз. Иә? Одан кейін тағы да көп адамның кетіретін қателігі осы, мына бокал аппаратқа жақындатасыз ба? Осы бокал аппарат көбінесе 60-70 штук бокалда мейрамдардың уақытында басатын болсаңыз, мына біздегі мына жердегі несі шыдамай қалады. Мына жер ісіп кетеді деп бокалды баса алмай қаласыз. Сол кезде көбісі қайтадан 30 мыңға аппаратқа заказ береді. Ол кезде сіздер олай жасамайсыздар. Сізде уже аппаратыңыз бәрі дайын. Тек сіз мынаған заказ бересіз. Мынаны да өзім арнайы сіздерге ссылкасын жіберем. Мына 10 мың теңге, 30 мың теңгеге басынан мынаны алып жүрмеңіздер. Кезінде біз осыны мейрамның уақытында бұзылып қалып, қайтадан мынаны екінші рет сатып алғанбыз. Сосын барып түсініп жатырмыз. Мына бөлек сатып алсаңыз, тек осы ғана сынып кететін. Мынау бізде уже бірақ несі ғой, дұрыс жасамай қалғаны. Дұрыс жасау үшін мына жері теп-тегіс болып тұру керек. Мынау бізде уже ісіп кетті. Ісіп кетсе, яғни сіздер бокал басып жатқан уақытта ол уже жасамайды, басынан сатып алыңыз деген сөз. Сол кезде аппаратты сатып алмаймыз. Болды.